Математика. Өткенді бекіту. Оқу мақсаты. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Арифметикалық 4 амал бар: қосу, азайту, көбейту және бөлу. Біздер айнала қоршаған ортаны қорғау жолдарын, яғни қоқыс тастамауды, өртемеуді, үнемдеуді, суды және жарықты, табиғатты аялауды, яғни ағаш егу, суаруды білуіміз қажет. 12-ші беттегі 1-ші тапсырмаға назар сал. Алдымен өрнектің мәнін тап. Содан соң сол өрнегіңе сәйкес суретті анықта. 1-ші өрнекті есептеп көрейік. 5 пен 9-дың көбейтіндісі, азайту, 7 мен 3-дің көбейтіндісі. 1-ші 5 пен 9-ды көбейтіп аламыз. 2-ші 7-ге 3-ті көбейтіп аламыз. 3-ші 2 көбейтіндіні бірінен бірін азайтамыз. Өрнектің мәні 24. Енді 24 саны электр құралдарын пайдаланбайтын уақытта өшіріп қой дегенге сәйкес келеді. Қалған өрнектерді дәл осылай есептеп, сәйкес суреттермен сәйкестендіріп қара. Есіңе сақта. Артық сөзі қосуды білдіреді. Кем азайту мағынасын береді. Есе артық көбейту мағынасын береді. Есе кем бөлу мағынасын береді. Оқулығыңдағы 13-ші беттегі 3-ші тапсырманың А бөлімі. Тыңда. Бір ұяда 3 балапан. Ал екіншісінде одан 2 есе артық балапан бар. Екінші ұяда неше балапан бар? Санды мәліметтердің астын сыз. Шартын құрып жаз. Есепте. Жауабын жаз. Жоғарыда берілген артық, кем, есе артық, есе кем ұғымдарын есіңе сақта. Осы есептің Ә және Б бөлімдерін есептеп жаз. Жоғарыдағы қадамдарды сақта. 4-ші тапсырма. Өз бетіңше орындап көр. 29 пен 18-дің қосындысы 47-ге тең. Бағандап орындап, дұрыстығын тексер. Қосу амалын азайтумен тексереміз, азайту амалын қосумен тексереміз.